Баршаңызға қайырлы күн, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін арнамда тағы да бір самсаны жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментариялар жазып кетіңіздер. Ал ендеше жасауға кірісейік. Ең алдымен ыдысқа сүт, ерітілген сары май, сұйық май және тұз қосып араластырамыз. Енді сұйық массамызға ұнымызды қосып, қолға жабыспайтындай қамыр елейміз. Қамырымыз дайын, ыдысқа салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Оған дейін самсаның салмасын дайындаймыз. Жуа мен картопты ұсақтап көбіктеп тураймыз. Бөлек ыдыстағы тартылған етімізге ұсақтап туралған жуа мен картопты салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, тәтті паприканы қосып, қолмен жақсылап араластырамыз. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, 3 бірдей бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін жұқа қылып жайып шығамыз. Жайып болған соң видеода көрсеткендей қамырды оқтауға орап, екі жағынан ортаға қарай жинаймыз. Осылай жинаған кезде гармошка сияқты болады. Енді ортасына салмасын салып, екі жағынан жауып шығамыз. Бір жайылған қамырдан менде 5 дана самса шықты. Енді араларын бөліп шығып, екі жағын қыстырып жабуды ұмытпаймыз. Міне біздің гармошка самсамыз осындай болып шығады. Пергамент қағаз төселген табаға самсаны салып, бетін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Тағы да әдемілік үшін бетінен мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Табамызды 200 градус қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің гармошка самсаларымыз дайын болды. Самсаның қамыры үгітілмелі, әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дилара.